ұстаздар баршаңызға сіздермен тола берсін ортамызда. Бүгінгі ел басқарған азаматтар білім алған сіздердің арқаңызда. Бүгінгі күн құшақтарың гүлге толсын, діңдеріңнен саулығы мықты болсын, білімменен суарған шәкірттерің төлмегірек мөрекең ұстаздар құтты болсын. Армысыздар, аса қадірменді ұстаздар ұжымы, білім шыңына талпынған студенттер. Бүгінгі ұстаздар мерекесіне арналған ашық тәрбие сабағымызбен бірге оқуға Құштар колледж жобасы аясында кітапханамызбен бірге ұйымдастырылып отырған ұстаз, ол ұлы тұлға атты кешімізге қош келдіңіздер. Кітап ең сабырлы ұстаз деген біздің колледжіміз осы 40 жылдан асқан тарихы бар. Сол колледжіміздің 30 жылдығына жазылған даму тарихы деген кітабымыз. Осы жерде колледжіміз туралы барлық ақпарат жазылған. Сонымен біздің ең бірінші қалаушымыз Қалқаман Аякович, осы кісінің кітаптары бізде бар. Ол кісінің кітаптары мұнда да біз қойғанбыз, неге архивте тұр. Міне Қалқаман Аякович деген кісі, осы жерден көріп таныссаңыздар болады, кітаптары да бар. Сонымен қатар мына кітабымыз, бұл да Дәулетбаев деген кісі бізде жұмыс істеген, сол кісінің кітабы бізде қорда бар. Одан кейінгі жаңағы медколледж, ол бірінші кітабы, анатомия деп айтсақ болады, сол анатомия кітабы. Күзенбаева Амина кісі, осы кітапты жазып, біздің колледжде жұмыс істеген ол кісі қазір биыл осы кітапты бізге қайта жазып, өңдеп шығарды. Мынау атласы, мына жерде өзі анатомиясы бар. Сіздер енді бірінші курс болғаннан бәрін түсіндіріп айтайын деп отырмын. Сонымен қатар бізде мынандай осы екі дәптері бар. Ол екі дәптерде берген жаңағы заданияларды осы дәптерге орындайсыздар. Одан кейін бізде фармакология кітабы. Бұл фармакология авторымыз қазір ортамызда, Марияна Сейдахметовна ортамызда. Осы кітапты бұл Москвамен бірге жазылып, бұл өте құнды кітап. Қазақша, орысша екі тілде жазылған кітап. Сонымен қатар мұны математика для фармацевтика деген кітабы. Авторымыз ортамызда. Сүлген Тұрлыбекова Үміт Болатовна химия пәнінен сабақ береді. Осы кісінің мына тоже кітабы бізде кітапханада бар. Сонымен қатар бізде Хамид Нұржанович бізде жұмыс істеген, көп жыл жұмыс істеді. Осында жұмыс істеп жүр, осы кітапты шығарып, 1-2 жыл болды, ол кісі ортамыздан кетіп қалды. Бірақ бізге кітабын қалдырып өзінің әлі де осы балалар тек осы кітаппенен оқып жатыр. Осы кітаптың жаңағы несі, сөздігі бар, орысша варианты бар. Сонымен тағы да мына Жексенбаева ішкі аурулар кітабы. Уразалиева бізде жұмыс істеді, қазір пенсияда. Осы кісінің кітабы электронды вариантта шыққан. Қаранова жұқпалы аурулар, ол кісі бізде қызмет істеді. Сізге орыс тілінен сабақ берген Мамбетова апайымыз, ол кісі бізде жұмыс істеді, қазір пенсияға шықты. Бізге кітабын электронды вариантына кітабында қалдырып кетті. Жетпеген, кімге ұстаз білім нәрін төкпеген, айтыңдаршы адам бар ма өмірде? Ұстаздарға қарыздар болып өтпеген, ұстаздар ұлағатты зиялылар, сендерде ғалымдардың қиялы бар, ағайын тойларыңа тартып өтем, шәкірттердің сәлемін қабыл алыңыздар. Ұстаз, ең аяулы есім ғой ұстаз деген, бар тіршілік бақытты ұстаз бенен. Мұғалім ардақты, ұмытылмас, өзіме бала күннен үні сырласын. Әрі балғашында сол ұстаздан арманның асқарына ұмтылған жас. Ол бейне өзім үшін алып адам бойына жаман қасиет дарымаған, есейіп еңбек етіп кетсем дағы, үйретіп жол сілтеп жүр әлі маған.
Шәкірт едім кеудем толы күш жалын, алға тартқан арман жолын нұсқадың. Кете бардым жүрегіңнен оталып, келді дағы бір өзіңе ұқсағым. Ойша жатып өткен жылдар тізбегін, еске аламын майшуақ пен күз желін. Қайғырған бір, шаттанған бір кезінде мен өзіңді, тек өзіңді іздедім. Өмір жолы қалтарыста бір алаң, сүрінсем де кездерім жоқ құлаған. Самайыңнан қосқан бір тал ақ шашты бір шәкірттің еңбек етіп жүр аман. Ұстаздарды ең бірінші келе жатқан мерекемізден құттықтаймын. Тек қана ұстаздардың мерекесі емес, балалар сендердің де мерекелерің. Өйткені ұстазсыз оқушы жоқ қой. Сол себептен біз сендерге білім береміз, сендер бізге де әртүрлі жағдайда ұстаз болып келесіңдер. Өйткені шынымен осы колледжде мен 42-ші жыл істеп жатыр бар. Бірақ дегенмен қазір көп оқымайсыңдар, көп кітап оқымайды балалар. Ал кітап оқысаңдар балалар, ойлау қабілеті адамның дамиды, және воображение өзі көз алдына елестетеді оқып жатқан нәрсені. Сол себептен тек қана тик-токқа қарамай кітапты қолдарыңа алсаңдар, сол өте жақсы болады. Белгілі жазушыны білесіңдер, Антон Павлович Чеховты. Сол кісі айтқан екен, қоғамда екі мамандықта адамдарды сыйлау керек. Ол дәрігер және ұстаз. Соған байланысты ғой. Дәрігердің біліктілігіне байланысты қоғамның денсаулығы. Ал енді рухани байлығы ол ұстаздардың қолдарында. Сол Ұстазым менің